Ханымдар мен мырзалар, Нұрмахан Мұханлы YouTube арнасы, Админ Анон лайв подкасты, жексенбінің кешінде Елордадан арнайы шығарылым. Кеш қонақтары Ғалымжан Кеңшілік және Ербол Азанбек ұлдарыңыз. Құрметті достар, сіздерге өзімнің достарым ашқан керемет, әдемі, сапалы бұйымдар жасайтын Қазақ Білезік компаниясын ұсынғым келіп отыр. Бұл компанияда Қазақстанның ең мықты зергерлері жұмыс істейді. Сіздің қалауыңыз бойынша кез келген бұйымды жасап береді. Және ең бастысы 24 айға бөліп төлеу және 3 жылдық сапа сертификаты бар. Админ Анон подкастының көрермендеріне Нұрмахан 20 промокодымен 20% жеңілдік беріледі. Баршаға сәлем, бұл Нұрмахан Мұханлы YouTube каналы Админ Анон лайв подкасты. Бүгін Админ Анон елордамыз Нұрсұлтан қаласында қонақта. Көргеніме өте қуаныштымын. Келгендеріңе көп рахмет. Ендеше Админ Анонның Нұрсұлтан қаласындағы бөлімінде қонақта Қазақстан ұлттық телеарнасының жүргізушісі Ғалымжан Кеңшілік. Сен орның ана жақ. Және Қазақстандағы нөмір 1 пиар маманы Ербол Азанбек. Қалайсыз, Ереке? Қош келіпсіз. Шапалақтарыңыз. Негізі, мен Ошаға келе жатқан кезде маған айтқан, Нұрсұлтан қаласында шапалақты жақсы ұрады деп ше. Өйткені әбден шыныққан адамдар ғой. Тойдан қалған әдет пе, тойдан қалған? Тек қана той емес. Бұл жақта жалпы түрлі шаралар өтеді ғой, жаңа шапалақ ұратын. Мен өзі негізі мен YouTube каналымның көрермендері түсінбей жатқан жер, Нұрмахан не киіп алған деп ше. Өзі Нұрсұлтан қаласын, Нұрсұлтан Назарбаев атындағы әуежайға қона бастағаннан чуть-чуть бір өзгеріс байқай бастадым да өзімде ше. Сосын бүйтіп келдім да, Шератон Нұрсұлтан отеліне кірген кезде бірден осындай ресмилен бір түрлі сондай сезім болып тұр. Қалай, жалпы дұрыс па бәрі? Бізде де тура сол сезім. Елордаға әуежайдан түскеннен бастап кішкене денеміз құрысып тырысып. Алматыдағы еркіндіктен айырылып, қазір қобалжып тұрмын кішкене. Ербол Азанбек мырзаны танисыздар ғой да? Қалай танисың? Негізі компанияның атын атауға болмайды, бұл кісі жасайтын. Бірақ өздерің түсінесіңдер, примерно біз сіздер үшін тағы не істей аламыз дейтін осы кісі ойлап тапқан. Ғалымжан Кеңшілік, просто галек, Қазақстан дауысы, Таңшолпан. Бұл Админ Анон лайфтың осы бөлімі Қазфорум Қазақстандық онлайн контент жасаушыларының форумының аясында өтіп жатыр. Оны естіген шығарсыңдар. Және қазақша контент, қазақ тіліндегі контенттің былайша жай күйі қазір біз сол қазір бүкіл өзіміздің жан айқайымызды Ербол мырзаға қазір жолдайын деп жатырмыз да. Ол кісі пиар маманы, біз жаққа жарнама неғып келмей жатыр деген бізде сондай мазалайтын сұрақтар бар, Ереке. Дайынсыз ба? Дайынмын жауап беруге. Шабуылға дайынсыз ба? Дайынмын. Үйреніп қалдық ол. Астананың жел ұрады былай қарай. Қаттырақ. Галюк, сенде қандай бұл кісіге претензияларың бар? Назыңды айт. Ал. Аттың басын жібер. Жоқ, енді бұл жерде Ерекең өзіміздің аға буын әріптесіміз, ағамыз үлгі алатын. Дегенмен енді қазір осы жеке салада ғой, жеке бизнес саласында, кәсіп саласында біз енді бастап жүрген YouTube'тағы онлайн контент мейкер, күштізе контент мейкер деген контент жасаушылардың қатарынанбыз негізінен. Білмеймін енді айтарлықтай наз жоқ, бірақ бір қынжылтатын, қымбатты достар, сіздерде де бар шығар. Байқайсыздар ма андай қымбат компаниялар бар ғой, қымбат, осылардың ақшасы барау деген секілді. Қазір Ербол мырза сондай компанияның бір өкілі. Сондай компаниялар бар, сондай компаниялар байқасаңыздар, орыс тілді блогерлердің, орыс тілді контент жасаушылардың несінде жүреді, қалай айтсақ болады. Солардың контенттерінде жүреді. Көбіне спонсор ретінде, демеуші ретінде. Ал
Нұрмахан секілді қазақ тілін жасап жүрген жандарда білезік жүреді ғой. Білезік ағайын. Бүгін таққан жоқпыз, Бүгін таққан жоқпыз. Ол компанияда анау мынау контентке жарнама бере берді. Жақсы. Сразу телевидениеде істейтін көрініп тұр да. Микрофонына дейін сол өзі. Тағы телевизионный микрофон. Қалжың, жалғастырайын. Қалжың әрине. Енді айтайын деген бұл жерде бірақ қаралым жағынан, просмотр дейміз ғой, орысша айтқанда, қаралым жағынан қазақ тілдік контенттің қаралымы басымырақ. Қазақ тілдік контент көп қарайды, көп көреді деген секілді. Бұл жерде білмеймін енді сапасына байланысты шығар. Контенттің сапасына байланысты шығар. Мысалы, ақылды әңгіме айтатын контенттің сапасы қаралымы аз, бірақ ондай қаралым менің ойымша орыс тілді контентте болсын, ағылшын тілінде контентте болсын, ол жақта да дәл сондай мәселе, дәл сондай жағдай. Мына жерде бір тиктокер, блогердің видеосымен, мысалы, мына жердегі мем жүргі Уоррен Баффеттің айтқан сөздері екі түрлі просмотр. Бізде де сол секілді жағдай секілді. Бірақ бір қынжылтатыны жаңағы жағдай. Неге орыс тілді контентте бүкіл қымбат компаниялар сол жақта? Неге қазақ тілді контент бағаланбайды? Әлде қателік бізден бе? Деген телевизионный сұрақ кетті. Сізге. Бұл жерде енді айта кететін нәрсе, қателік барлық тараптан бар. Кез келген жалпы жарнама беруші компанияның ол негізгі мақсаты ол өз өнімін 5 теңге беріп 10 теңгеге қайтарып алу. Яғни жарнама ақша салу арқылы өзінің өнімін сату. Бірақ өкінішке қарай біз енді Қазақстанда ол тек қана осы жарнама саласы емес, кез келген салада. Қазақ тілді аудитория болсын, төлем қабілеті төмен сияқты, орыс тілді аудиториямен статистиканы салыстырған кезде, мысалы, қарапайым, Қазақстанда айтады, қазақ тілдердің саны 70% дейді. Бірақ банкоматтардың қазақ тіліндегі таңдау статистикасын қарасақ 5%-тен аспайды. 5%. 5%. Мен соның ішіндемін. Серьезно айтамын. Серьезно айтамын деп. Сосын кез келген өнімді жаңағы ғалым айтып отырған ол тек қана ютубта ғана сондай тренд жақсы көрсеткіштің қаралымның көп болуы байқалады, сосын инстаграмда, әлеуметтік желіде. Ал басқа басқа салалардың кез келгенін алып қарасақ, ол қазақ тілділердің статистикасы әрқашан төмен болады. Ал жарнама берушілер, ол маркетологтар болсын, ол пиаршылар болсын, міндетті түрде ол бизнесте әсіресе статистикаға сүйенеді. Статистикалық көрсеткіш бойынша қараған кезде орыс тіліндегі жарнаманың қайтарымы көбірек. Бізде Қазақстанда қазақ тіліндегі, мысалы, бұқаралық ақпарат құралдары бойынша алып қарайтын болсақ, таза қазақ тіліндегі жарнама салған кезде, жарнама берген кезде, немесе пиар сюжет мақала берген кезде, қайтарым КТК-нің жаңалықтары 31-ші арнаның информбюросы қазақшасы. Ол орыс тіліне қарағанда 30%-ке жоғары. Мысалы, бірдей сюжет берсеңіз, орыс тіліндегі, мысалы, 31-ші информбюроға, орысшасындағы выпускке қарағанда қазақшасында 30% жоғары болады. Бұл тұрғыда ол екеуі эффекті тиімді екенін көрсетіп тұр. Одан кейін инстаграмда, және ютубта, және Тенгри мен Нұр.кз-тің қазақшасында. Сол осы ресурстарда қана салған сіздің жарнамаңыз қазақ тіліндегі берген өзінің қайтарым көрсетеді. Ал қалғандары бойынша біреуінде қайтарым жоқ. Бірақ ірі компаниялар жарнама бермейді деген сөз емес, ірі компаниялар жарнама береді, бірақ ол жарнама атымен қайырымдылық мақсатта. Біз қайырымдылыққа мұқтажбыз. Біз мұқтажбыз ағайын. Өте, мысалы, біз бірнеше қазақ тілді сайттармен жұмыс істейміз. Жеке өз басымды ол сайттардың ең алғаш жұмыс істеп бастайтын кезде қарапайым прайс-лист жоқ. Өздерінің бағаларын білмейді, мысалы, бір мақаланы орналастыру құны қанша. Упаковка жоқ, Упаковка жоқ. Құжат бойынша мүлдем жұмыс істеу білмейді. Өте үлкен проблема. Өте қарапайым нәрсе, мысалы, сайтқа мақаланы салған кезде соны оформлениесі дұрыс емес. Сіз жібердіңіз дайын материалды. Әйтеуір бір сайтта тұрады болды. Сонда көп мәселе бар да. Ал енді мына жарнама берушілердегі проблема, ол біздің Қазақстандағы олардың басшылығында мына шешім қабылдайтын адамдардың көпшілігі орыс тілді. Және сол компанияларда, ірі бизнестегі маркетинг, пиар, әлеуметтік желі, SMM бағытындағы шешім қабылдайтын адамдардың бәрі орыс тілді. Сондықтан олар мынау қазақ тілді аудиторияда қандай, Нұрмұхан бар ма, басқа кім керемет проектілер бар ғой бізде, бірақ сол проектілер туралы мүлдем хабар жоқ. Мысалы, Нұрмұхан маған қазір келсе, менің мынандай проектім бар, сіздер демеуші болыңыз деп.
Нұрмұханның алып келген коммерциялық ұсынысы презентациясынан бөлек мен басшыларыма өзімше бір не жасауыма тура келеді. Мен кім Презентация жасасам. Нұрмұхан кім ол? Бұның қандай аудиториясы кім, қанша жазылушысы бар, оларды не қызықтырады, сол сұрақтардың бәріне мен өзім отырып жауап іздеп, сол жерде Нұрмұханның жеке бір жарнама жөніндегі сатушысы болуыма тура келеді басшылықпен екі ортада. Түсінесіздер ме? Сол жағынан өте үлкен проблема бар. Егер бізде Қазақстанда шешім қабылдайтын адамдар қазақ тілді болса, онда бұл жағынан көп проблема болмас еді. Біз тараптан қандай не бар? Сіздердің тараптарыңыздан контент өндірушілердің тарапынан ең бірінші жолға қойылмай отырған нәрсе ол сату менеджерінің жоқтығы немесе сата алатын адамның жоқтығы, маркетолог, өте упаковка, әдемілеп упаковать етіп, оның пиарымен айналысу деген нәрсе жоқ. Мысалы Нұрмұхан қазақ аудиториясы біледі, ютубтан басқа жақтан, бірақ орыс тілді аудитория білмейді. Неге Нұрмұхан мысалы Forbesке шықпайды? Неге орыс тілді басқа Тенгриге шықпайды? Неге сұхбат бермейді? Өйткені Нұрмұханның қасында ол пиар маманы жоқ, пиарымен айналысатын адам жоқ. Өзінің енді бар уақыт ол контент өндіруге кетеді ғой. Енді бұл жерде Ереке менің ойымша дайын нәрсеге жүгіреміз көбіне, және де көп еңбектенгіміз келмейді. Мойындаймыз ғой, қыздар жігіттер. YouTube контент жасау ол оңай дүние емес, ол қиын дүние. Оның қайтарымы 1-2 жылдан кейін болуы мүмкін, ақшасы. Қаржылай түрде қайтарымы. Ал оған дейінгі еңбектің барлығы шығатын шығын тек қана өзіңнен, яғни контент жасаушыдан, бізден, шығын бізден келеді тек қана. Енді сол ретте менің ойымша команда жасақтау қиындау секілді. Ол маркетолог бар, SMM-шік бар, монтажерың бар, тек қана операторлар сырттан алып келуі мүмкін, қалғанның барлығы бір адам болуы мүмкін. Көпшілігінде бастап кезде қаражат болмайды ғой. Мысалы, бізде енді контент өндіру, ол контент өндіру де бизнес деп қарауымыз керек. Мысалы, сіз кез келген сайт ашасыз ба, ютубтан проект ашасыз ба, инстаграмнан бір үлкен аккаунт жүргізіп, соны табысты жобаға айналдырғыңыз келе ме, оның бәріне бизнес деп қарау керек. То есть бастапқы кезде сіздің аудиторияңыз кім, оның жасы қанша, толық портретін қалыптастырып ал. Кәдімгі бизнесте бастаудың алдында сіз маркетингтік зерттеу жүргізесіз ғой. Тура сол сияқты зерттеу керек. Сіз ол аудиторияға не беріп, оны берсеңіз қайтарымына не ала аласыз, қанша теңге ала аласыз. Ол аудитория төлем қабілетті ма, оған қандай құралдарды ұсыну керек. Сол жағын ең бірінші зерттеу жетіспейді. Мен мына қазақ тілді сайттардың иелерімен сөйлесем, мен сендер соны зерттедіңдер ме? Жоқ, зерттеген жоқ. Сендер неге сүйендіңдер мысалы? Қандай мақсат болды сайт ашқан кезде? Біз сол қазақтарға контент болсын дедік, қазақтарға сол қазақша контент жоқ, халыққа ақпарат жетсін дедік. Онда сен ақша туралы ойламай қой, сен ары қарай сол сен дальше қайырымдылықпен айналысып, сол халыққа контент таратып жүре бер, онда ақша сұрап келме деймін да. Ал егер сіз әу бастан сондықтан егер бір проект бастайтын болсаңыздар, егер бизнестен жарнама тартқыларыңыз келсе, болмаса өзіңіздің аудиториядан табыс тапқыларыңыз келсе, онда ең бірінші ол контент өндіру халыққа, қазаққа болсын деген емес, ең бірінші ол бизнес тұрғысынан қарағандарыңыз дұрыс. Жақсы, ол қазаққа болсын, қазақ дамысын, қазақ контенті көбейсін деген өте жақсы ниет. Бірақ сізде енді қаражат болмаса, оны қалай жүзеге асырасыз? Ұзаққа созылмайды ғой, сол энтузиазм. Енді көпшілік көп жобалар ары кетсе 3 жыл, 2 жыл, 1 жыл сол. Сіз ұзақ уақыт беріп жатсыз. Мен 1 жыл деп. Бір 2 шығарылман кейін тоқтап қалатын жобалар көп қой. Ол енді әлеуметтік желіде. Медиа жобалар ірірек, мысалы, сайттар ашылып жатады, 3 жыл жүреді, 2 жыл жүреді сол. Мен жаңа сіз айтып жатсыз ғой, осындай біздің контент жасаушылардың минустарын. Маркетолог болу керек. Мен оны қазір ойлап жатырмын да, егер мен жаңағыдай маркетолог болатын болса, SMM-мен біреу айналысатын болса, мен олармен бөліскім келмей қалады ғой деп ойлап отырмын да. Сол ғой, біздің мәселе сол ғой, бастапқы кезеңдегі мәселе сол ғой. Қалай маған реклама келіп отыр, мен ол бөлісемін деген сияқты. Нұреке, сенде талант бар да? Бастаған кезде енді ол қазір көріп жатсың, тек қана талант, бір жақсы жоба жасауда жеткіліксіз. Сондықтан қасыңа инвестор керек. Қаражаты бар адам, мысалы, менде осындай талант бар. 1-2 выпуск жасадың өз күшіңмен. Осыған қосымша серіктес болсаңыздар деп. Сату жағын бірге алып жүретін, қаражат салатын, сол жоба белгілі бір деңгейге көтерілгенге дейін. Сонда адамдар қайдан табамыз, Ереке, соны айтыңызшы бізге. Ондай адамда ол адамда жаңағы орыс тілді ортамен немесе жаңағы компаниялармен байланысы бар адам болу керек шығар. Сөзі өтімді болу үшін. Бізде ондай адамдар негізі өте көп, қарасаңыздар. Да. Пиар мамандары, маркетологтар, бірақ тек қана соларға ұсыныспен баратын адам жоқ та.
әркім өз әлемінде өмір сүріп жүр. Жаңағы соны сатумен айналысатын маркетологтар, пиаршылар өз әлемінде, Нұрмұхан сияқты контент өндірушілер өз әлемінде деген сияқты. Сол екеуін байланыстыратын негізі енді ертең форум өтейін деп отыр ғой. Осындай бір форумдар, осындай бір шаралар, және нетворкинг жетіспейді сонда. нетворкинг жетіспейді, иә. Былай болған, мен осыдан 3 жыл бұрын жаңағыдай былайша айтқанда орыс тілді блогерлердің тусасына түсіп қалдым да. Олар енді біледі екен сырттай. Көреміз, білеміз деп. Енді мен сол істеп жатырмын. Олар маған андай қылып барады да. Ничего. Типа жұбатып жатыр да мен. Мен әлі мен жалбыц етіп отқан жоқпын маған. Әлі өсесің дейді. Сәл шыдай енді. Әйтеуір бір реклама келеді ғой деп ше. И мен қатты ішімнен не қалдым да, мен сендерге көрсетемін. Содан кейін білезік шықты ма? 3 жыл дегенде. Мен осы жерде бір мысал айтқым келеді. Бізде Өркен Кенжебек білесіздер ғой, барақтарыңыз, Менше Өркен енді білмеймін оны қанша табыс табады, бірақ жақсы табыс табады менше. Тек қана блогер. Сторизм 200 мың деді. Иә, өйткені хабарды тастады, кетті деген сияқты. Ол мысалы бұрын жақсы кезет деген сайты болды, қазақ тілді блогерлардың ортасында жүрді, кейін ортасын күрт өзгертті. Ол Әлішер Елікбаевпен сөйлесе бастады, там Бейбіт Әлібековпен, басқа орыс тілді блогерлармен. Солардың қасында жүріп, өзінің өнімін контент сатудың жолдарын білді, түрлі маркетингтік құпияларды білді. Сол ортада жүріп, тиісті қажетті компаниялармен байланыс орната алды. Енді қазір Өркен мысалы там хабардағы басқа жердегі жұмысын тастады, тек қана блогерлікпен менше жап-жақсы табыс тауып отыр деймін. Сондай бір проект жасаған кезде біз бөлініп аламыз ғой, тек қана қазақтар бөлек, орыстар бөлек өз әлемінде өмір сүрсін деп. Мен орысша білсеңіз де, білмесеңіз де, бірақ сол орыс тілді ортаға көбірек кіріп, солармен байланыс орнатып, солардың құпия тәсілдерін біліп, тиісті адамдармен байланыс орнатуға тырысу керек. Өйткені қанша біз мойындасақ та, мойындамасақ та, өйткені негізгі қаражат ол сол орыс тілді ортада. Тиісті шешім қабылдайтын адамдар орыс тілді. Сондықтан бізге солармен бірге жақсы байланыс орнатып, солардың ортасына түсіп, өзіміздің өнімізді сатуға бір тырысудың жолдарын қарастыру керек. Және осы Ерекең сөзіне бір қосыла кетейін. Керісінше эффект те бар негізінен. Динара Сатжан. Танисыздар ғой, Динара Сатжан. Қазақ тілді ортаға кіріп жатыр. Яғни, білмеймін, енді бұл жерде мақсат аудиторияны кеңейту шығар, мақсат, білмеймін, енді охватты көбейту шығар. Бірақ мен Динара ханымға риза болатыным, мен өзім Жайдарман ойындарынан шыққан жағымын, Жайдарман көріп тұрам, қай жақтан көргенде жаңа ойлап. Жайдарман көрем, Жайдарманға қазылар алқасының құрамында бар қазіргі таңда Динара Сатжан. Және көбісі ол кісінің қазақ тілінде сөйлеуіне қалжыңдасып жатады, күліп жатады, бірақ ол кісінің 4 жыл бұрынғы сөйлегенімен қазіргі сөйлегені, қазақ тілінде сөйлегені жер мен көктей. Негізінен егер сіздер байқасаңыздар, бір зерттеп қарасаңыздар, жер мен көктей. Яғни ол кісі кейбір жоғарыда отқан апаларымыз сияқты сіздер мен сөйлесем, сіздер күлесіздер, мен сөйлемеймін деген жоқ. Керісінше сөйледі, дамытты, және де тіпті өзінің эффектіні соңында көрдім да, Жайдарманнан кейін өзге қазақша аудиториямен бірлескен вайндар түсіреді, нелер түсіреді, мысалы Жанболатпен Айзабек, сол секілді өнерғандарындағы. Одан кейін көргенім, өзінің жеке бренд курсы бар ғой, жаймен деп қазақ тілінде сатыла бастады жеке бренд курсы. Осындай кейс қой, сіз айтқандай кейс. Бизнесте тіл жоқ. Бизнесте клиент бар, аудитория бар. Динараның мысалында, мысалы орыс тілді, қазақстандық орыс тілді аудиторияны ол толық жаулап болды деп ойлаймын. Ол жердегі өзінің қажетті клиенттерін тартып болды, оқырман жинап болды. Енді бос тұрған кім бар? Ол қазақ тілді аудитория. Сондықтан ол кісі жеделдетіп қазақша үйрене бастады. Енді өзі де қазақ қой енді. Сол сәл ғана бір жетіспейтін тұстарын толықтырған шығар. Енді қазақ тілді аудиторияны ақырын шаңсорғыш сияқты сора бастады. Сондықтан бизнесте ешқандай тіл жоқ. Ол жерде сол жаңағы клиентке жұмыс істеу бар. Сол мәселенде негізі біз назарға алуымыз керек. Нұрмұхан, может, сен орысша не бастайсың? Мен орысша стендапқа шықтым ғой. Керемет. Мен негізі Москваға дейін барған адаммын негізі ше. Мәскеуге барып, Мәскеуді алған адам. Мен жаңа сіз айтып жатсыз ғой, бизнесте тіл жоқ деп ше. Біз қазақ тілінде контент жасаушылардың несі де сол болып тұр ғой, біз эмоция басымырақ болып тұр да бізде ше. Өзіміз шектеу бізде көп. Шектейміз. Не үшін мен барамын? Кесін өзі. Көрсін деген сияқты. Бізге бір-екі коучпен жұмыс істеу керек ау. Біз Қазақстанда тұрып жатырық қой деген. Аффирмация керек бізге. Сәл көкіректік бар да, содан сондай. Дорогие друзья, теперь наш...
жоқ мен шынымен мен де сіз осыдан бір ай бұрын сондай шешім қабылдадым да, мен енді таза қазақ тіліндегі контент деп жүрдім ғой. Бірақ егер қонақтарым орыс тіліндегі танымал жан болса, орыс тілінде өткізе беремін деген шешім қабылдадым. Шектеу жоқ. Кеше мысалы үшін жаңа Алдияр Жапарханов пен Азат Жұмаділ деген жігіттермен түсірген кезде мен субтитрмен шығардым. Өйткені олардың аудиториясы орыс тілді, басым көпшілігі. И астында комменттерді оқым, жаңа СНГ-ден коммент жазып кетіп отырған адамдар бар да, рахмет айтып кетіп отыр. Субтитр үшін рахмет деп. Соған уже кішкентай бұрылдым енді былай. Ертең ашыламын бүйтіп. Орыс тілді аудитория. Жоқ, бұл жерде тағы бір нәрсе бар да, жаңа осы жерге келердің алдында Жанасылмен сөйлестік қой, Жанасыл сол кезде айтады, Қырғызстанда бір студия бар дейді. Балаларға арналған контент өндіреді, анимациялық түрлі, иә. Соларды тек қана қырғыз тілінде емес, олар орысшаға аударады, ағылшынша, басқа тілдердің бәрін аударып таратады дейді, ютубқа салады. Сол кезде қайсысы көбірек табыс алып келеді, келесі жолы сол бағытта көбірек жұмыс істейді деген сияқты. Менше мысалы енді қазақша өткізіп, соны үстінен озвучка жасап, басқа тілдерге аударып таратуға болатын сияқты. Сондай тәсілдер көп. Бұл жерде біздің балаларымыз көретін контентті айтуға болады. Менің ұлым қазір енді тоқтатып тастадым, көрсетпеймін. Влад и Никита деген жоба бар. Влади Бумага? Влад и Никита деген бар. Шатастырмаңыз Влад и Бумагамен. Ол екі түрлі. Мен Влади Бумаганың несімін, аудиториясымын. Олар ағайындылар. Екі ағайынды Америкада тұратын орыстар жайлы ғой, енді кішкентай балалар кәдімгідей стандартный видеоблог, детский видеоблог, балалардың видеоблогы. Сонымен бір қарадым, балам көріп жатыр, орысшасын бір кезде қараймын, ағылшынша көріп жатыр, бір кезде қараймын, арабша болып жатыр. Әр түрлі күндер ғой. Сөйтсем зерттеп қарасам, Влад и Никитаның өзінің бірнеше арнасы бар, әр түрлі тілде. Орысша, арабша, ағылшынша, қытайша бар, қателеспесем сондай секілді. Сіз айтқандай да, және әр видеосының өзінің қаралымы миллиондардан асады, монетизация бірнеше каналдан келіп отыр. Сол ретте енді бұдан шығатын түйін біздің жасап жатқан қазақша контентімізді ең минимум субтитрмен орыс тілге аудару ма деген сұрақ туындайды бұл жерде. Мен өзбекше де білем. Ол аудиторияны жауласам болады екен. 20 миллион аса ма, қанша? 30 миллион. Өзбектер ма? 35 миллион. 35 миллион. Өзбекстанның өзінде ғана шетте жүрген өзбектер бір 15 миллиондай шығар. Қосымша аудитория, пожалуйста. Бартермен Ташкентке барып келесің. Болды мен. Азиз тамаша бейнелер. Нұрмахан Мұқанұлы YouTube арнасында Admin Anon Live подкасты. Бүгінгі подкастның қонақтары пиар маманы Ербол Азамбек ва қазір айтам. Тартпайсың сен. Ол аудитория тартпайсың. Олар орысша да айта береді. Телеведущий. Не жоқ оларда? Ғалымдығына жоқ. Ғұлам дейді. Ғұламжан Кенчилик. Ғұламжан ағайын, Ғұламжан. Мен халықаралық контентпен жалпы өзім сондай. Енді мына Қазфорум онлайн контент жасаушылар форумның аясында өтіп жатыр ғой. Сіз осы форумның алғашқы өткізілгеннен бері қатысып келе жатсыз. Жалпы осы не істеу керек? Біз осындай жиі өтіп тұрғанның қандай нәтижесі болды, немесе тағы не қосып алу керек деген сияқты. Жалғыз қазақ тілді контент өндірушілердің бас қосатын жері ғой негізінен. Иә, бұл жалғыз алаң осы қазақ тілді контент өндірушілердің ең бірінші форум есімде, ол қазақ тілді сайт редакторларының форумы деп өткен. Тек қана сайт редакторларының. Өнен кейін енді оның аясы тар болған сияқты, ұйымдастырушылар біртіндеп контент өндіруші. Бұл өте дұрыс нәрсе. Барлық контент қазақ тіліне онлайн контент өндірушілердің бәрін басын қосып бір алаңға. Ортақ пікір алмасып, бір-бірімен таныстырып, сондай бір ортақ алаң қалыптастыруға тырысып жатқаны ол өте құптайтын нәрсе. Бұған дейін әлі есімде қазақ тілді блогерлардың 2011 жыл біз Асхат Еркінбай бір тобымыз ұйымдастырғанбыз. Қазақ тілді блогерлардың құрылтайы, блогкемп деген шаралар өтетін. Сол жерде бұндай шаралардың тиімді тұсы ол адамдар бір-бірімен жақын танысады, бір медиа ортадағы, бір ортадағы. Контент өндіруде бір-бірімен пікір алмасады. Может, сол жерден бір ортақ жобалар пайда болады. Сол 2011-2012 жылы қазақ тілді блогерлардың бір топ шоғыры шыққан. Кейін әлеуметтік желі дамып кетті, оның бәрі ескі баяғына классикалық жазушылар сияқты болып қалып кетті ғой. Табыс таппайтын өздерінің бір платформалары бар деген сияқты.
қазір ол кісілер енді аздап енді монетизацияға шығып жатыр. Тірі қалғандар бар ма деп. Елдар тұрмын да. Пікір жазайық ағайын, тірі қалғандар пікір жазайық. Енді қазір бұндай осындай форумдардың өткені өте дұрыс та. Өйткені таныстықтан бөлек, ортақ жобалардан бөлек, жаңағындай ортақ проблемаларды қозғап, ары қарай қалай дамытудың жолдарын талқылайды. 2018 жылы әлі есімде, мен сол форумда, осы қазақ тілді сайттардың редакторларының форумында, дәл осы форум ғой енді, соны атауы бөлек. Сол кезде қазақ тілді сайттардың иелеріне ұсыныс жасағам. Сіздер тура осы мәселе талқыланған сол жерде. Бізге қазақша жарнама берілмейді, тек қана орыс тілділерге бересіңдер деген сияқты. Сол кезде айтқам, сіздердің жаңа кемшіліктерді айттым да, біз оны түзей алмаймыз дейді, өйткені бізде ақша жоқ дейді көбі. Онда ақша жоқ болса, онда сіздер бірігіңіздер, бірігіп бір ассоциация құрыңыздар. Және бір жарнама агенттіктерімен сөйлесіп, келісіп, сол өздеріңіздің мысалы 10 сайттың площадкасын бір сайт ретінде сатыңыздар. Мысалы 10 сайт біріксе, ол жерде бір 100 мың шамамен аудитория, 100 мың адамдық шығады. Соны мысалы Тенгри сияқты ма, Нұр сияқты ма мысалы. Жарнама берушілерге ол қызық. Мысалы жеке өзіме 3000 адам бар, бір сайт келсе мен кешір деймін да. Өйткені қазір бизнесте мысалы дәл біздің өзімізде, біздің банк саласында мен бірде бір бұқаралық ақпарат құралының, болмаса әлеуметтік желідегі басқа жобалардың көмегінсіз өзімнің клиентіме 10-11 миллиондық тікелей делдалсыз, яғни ақпаратты жеткізе аламын, өзімнің жарнамамды жеткізе аламын. Ол менің банкоматым бар, сол жерге хабарландыру орналастырсам болады. Ол менің елдегі ең крупный мобильді қосымшамыз бар, сол жерде пуш хабарлама жіберсек болады. И барлық әлеуметтік желідегі парақшаларымыздың мысалы жазушылардың саны Қазақстанда кез келген ірі бұқаралық ақпарат құралынан көп. Сіздер өздеріңіз жарнама ала аласыздар. Өзіміз жарнама ала аламыз да. Сіздер мұқтаж емессіздер ғой жарнамаға. Кейде маған бір сайттар хабарласады, біз сіздерге пиар жасап берейік, бізге ақыл жарнама орналастырсаңыз дейді. Мен айтамын, жоқ, сіздер керісінше біздікін жариялаңыздар. Ол сіздерге пиар болады деймін да, сіздерге оқырман келеді деп. Сол сияқты кез келген ірі бизнесте ол өздерінің аудиториясымен тікелей байланысудың құралдары бар, делдалсыз. Сондықтан бұл жерде тек қана ірі бизнеске өзінің аудиториясынан көбірек аудиториясы бар жобалар қызығырақ. Сондықтан қазақ тілді жобаларға мен айттым, бірігіп солай сатудың жолдарын қарастырыңыздар деген. Ол кезде енді көпшілігі түсінген жоқ, ой, тағы бір анау саяси жоба сияқты елестетті. Енді осы биыл соны түсініп, қазір бір қазақ тілді сайттар өзінше бір ассоциация құрып жатыр. Ол саяси емес, тек қана өздерінің алаңдарын, жарнамалық алаңдарын сату, сонымен айналысады. Менше бұдан упаковка жасайды өздерінің сайттарын, мен де шет жағасын көмектесіп жатырмын, кеңес беру деген сияқты. Енді ары қарай меніңше келесі жылдар бұл табысты жоба болады деп ойлаймын. Бұл осы форумның бір нәтижесі. Енді басқа адамдарға да пайдасы тигені бар шығар, күтейік. Все. Өкінішке қарай бізде тағы да бір, ол біздің компанияда емес, жалпы қазақстандық масштабтағы айтылатын нәрсе, ол ауылды жердегі адамдардың төлем қабілеті төмен деп саналады. Статистика бойынша да солай. Сосын бізде өз Қазақстанда еңбекке қабілетті адамдардың саны 9 миллион. Ар жағындағы тағы 9 миллион ол зейнеткер, студент, балалар. Сонда, иә. Сондықтан сол 9 миллион Нұрмұханның каналында сол бар ма, сол адамдар? 9 миллион. Солардың портреті. Каналға комментте жазып кетсінші, барсыңдар ма, жоқсыңдар ма? Бірінші тарапты айттық, жарнама берушілерден. Екінші тарап біз контент өндірушілерден қателік бар. Және үшінші тарап бізді көріп отырған қымбатты көрермен сіздерден де бар секілді деп ойлаймын. Себебі Netflixке жазылғандар бар ма? Қол көтерейікші, Netflixке жазылғандар. Шапалақ ұрайық просто. Просто шапалақ ұрайық. Формат басқа екен ғой. Иә. Төрт-ақ адам ба примерно. Яндекс Мюзикке жазылғандар. Шапалақ ұрайық. Apple Musicке жазылғандар. Шапалақ ұрайық. Көрдіңіздер ма? 10%, 5%-тен аспайды. Яғни бізде әлі андай стереотип бар да, қазақтарда. Әлі андай стереотип бар. Кинотеатрды, киноны ютубқа шығады ғой, көреміз. Стереотип әлі бар бізде. Мынандай түсінік та, қазақы түсінік. Мысалы, біреуді көшеде ұрып кетсе, ол полицияға барып заявление жазбайды. По понятиям шешеді. Орыс тілді біреуге тиіп кетсе, ол жүгіріп барып заявление жазайды. Ол статистикаға ілінеді. Банкоматқа барамыз, ой, қойшы, мына қазақ тілді түсініксіз деп ғой, орысын тересті да, немесе автомат орысша шығып тұрса, соны пайдаланып та кете береді. Мобильді қосымшаны ашқан кезде орысша шығып тұрса, ай дейді, орысшасын пайдаланып жүре береді. Қазақшасын пайдалану бізге бір күрделі сияқты, бір ауыр сияқты, түсінбейтін сияқтымыз.
сол жағынан сол түсінікпен бізде статистикаға Қазақстандағы қазақ тілді аудиторияның статистикасының өспеуіне әсер етіп отыр. Сіздер енді банкоматты пайдаланып отырсаңыздар, мысалы бізде кез келген банк ол міндетті түрде зерттеу жүргізеді, статистиканы жүргізіп отырады. 95% қазақ тілінде банкоматты пайдаланып жатса, әрине бірден ол жүргізіледі сонда, қай тіл таңдаған. Бизнесте ондай түсінігі жоқ. Қай тілде көбірек, сол тілге ол жүгінеді. Клиенті сол ғой, өйткені оған сату керек. Ереже болсын, инструкциясы болсын, бізге орыс тілінде түсініктірек деген сондай бір қалыптасып қалған бәріміздің ойымызда. Сол жағынан мәселе бар. Тіпті жаңағыда соны несін оқисың ғой, орысшасын оқиықшы, что-то түсінбей жатырмын дейсің ғой. Банкомат қазақ тілін таңдайтындар бар ма? Шапалақ ұрайықшы. Короче, жаңағы 5%-ның бәрі осы жерде отыр екен ғой. Өзіміз жиналып қалыппыз ғой. Орыс тілінде контент жасаушылардың ішінде жарнама тауып беретін 3-4 сондай ұйымдар бар. Мысалы үшін Камаладин медиа бар. Бүкіл жаңағыдай подписчигі 10 мыңнан аса ма, 20 мыңнан аса ма, давай өзіне тартып алады. Brave Talents деген бар. Бүкіл үлкен контент жасаушылар жинап алған. Қазақ тілінде Бөкей деген жаңа компанияның Ерғанат Бөкей. Ол да бірақ шектеулі да. Шектеулі жаңа бізде сәл не бар, қосылғымыз келмейді негізі. Өйткені әркім өзін жеке тұлға деп есептейді. Жүр, мен ешқандай ұйымға кірмеймін. Бірақ енді қызмет сату үшін, табыс табу үшін бастапқы кезде хотя бы. Бір 3 жыл, 2 жыл көлемінде бір белгілі бір деңгейге көтеріліп, нақты жарнама берушілерді төлем қабілеті бар аудитория қалыптастырып алғанға дейін өз өніміңізді қиналмай сата алатын дәрежеге жеткенге дейін бірігу керек. Онсыз жол жоқ. Мысалы, жаңа ғана қазақ тілді сайттардың ассоциациясы деп жатырмын ғой. Қарап отырсам, ол мысалы бұқаралық ақпарат құралы болғаннан кейін ол YouTube канал емес, ол жеке Инстаграмдағы парақша емес. Ол жерде өзінің нақты бір заңды, бақ туралы заң бар, басқа да там заңдар бағынуы тиіс. Ол жерде заңгер болу керек. Ол жерде сату менеджер болу керек. Ол жерде IT маманы болу керек. PR маманы бөлек болу керек. Бірде бір сайт қазақ тіліндегі, оларды ұстауға мүмкіндігі жоқ. Бәрі бар, мысалы сайт, үлкен сайт бар, Ербол Серікбайдың, ол жерде бір маман бар, мысалы бір маман, 2 маман, нақтысын білмеймін, әйтеуір мамандары бар, сату мен айналысатын. Басқа сайттарда жоқ ондай. Жеке заңгер ұстай алатын сайт жоқ. Ең болмаса келісім шартпен. Бухгалтер ұстау керек болады. Көпшілігін қарасаңыз өздері толтырып, әйтеуір сөйтіп жіберіп отырады, қате деген сияқты. Осы мәселе тұрғысынан бірігіп 5-6 сайт тек қана сату жағынан ғана емес, өздеріне қажетті мамандарды жалдауға да сондай мүмкіндік ала алады да біріксе. Енді бірігу керек. Дұрыс айтасыз, Еркең сөзіне маған енді ұнаған, өзіме бір түйгенім, себебі ойлап жүргенім бірігу деген дүние. Расымен де туса деп айтамыз ғой, енді қазақ тіліне де еніп кеткен сөз ғой, бірден түсінеді туса деген. Мысалы, Алматыда өзіндік бір туса бар. Өнердің, мәдениеттің шамалы қазір ақырындап бір блогерлердің тусасы пайда болып жатыр. 2012-13 жылдары елбасының тапсырмасымен Қазмедиа орталығы салынды бізде. Қазмедиа орталығы өзіміздің бір Останкино пайда болды. Енді журналист ретінде мен мақтан тұтам, себебі ол жерде журналистердің ортасы бар. Журналистердің тусасы бар, ортасы бар. Бір-бірін қолдайды. Кездерде, мысалы, қиыншылыққа түсіп қалған кездерде, мысалы, кешегі Жамбылдағы оқиғадан кейін, мысалы, 7-ші арнаның журналистін бәрі қолдап шықты ғой, мысалы, бір солидарность бар өздерінше, бір-бірін қолдайды, репост жасайды. Оның өзі қолдау ғой, репост жасау, лайк басудың өзі, менің ойымша. Бір-бірін таниды. Сондай бір орта бар, қалыптасқан, шүкір. Енді дәл сондай шығармашыл орта, креативті контент өндіретін орта Алматыда әлі толық қалыптасқан жоқ, мен білуімше. Олардың өздері бөлек компашка. Астанада, елордада мүлдем жоқ. Сондай, содан болар бәлкім. Біз жаңа Нұрмахан айтқандай ғой, әркім өзі бір тұлғамыз, біз өзіміз өсеміз, көтерілеміз деген дүние да. Жоқ, ана реклама, жарнама содан келмейді шығар. Жеке амбиция дейміз ғой. Жеке амбиция жаңағыдай мәмілегерлікке қарағанда жоғары тұрда. Біз өзіміз бүкіл мынау қошемет маған ғана келсе деген сияқты сондай нәрсе бар. Бұл жерде енді адам қатты әмбебап болуы мүмкін емес қой. Нұрмахан өзі контент өндіріп, ол өзі сатып, өзі сол бизнеске айналдыру. Кезінде бірақ мата сатқам, содан
нелер Аздаған бар иә дейсің. бар ма деп отырмын. Өзбекстанға жақын деймін. Мата сатып сәл. Кез келген бизнес алып қарасаңыз, ол негізін салады, одан кейін ары қарай мамандар команда құрады, команданың қолына береді ғой. Сол сияқты, сондықтан сату ол міндетті түрде бір адам қолында болу керек. Өзің контент өндірушісі ме болды, контент өндіруші, негізгі бренд мысалы Нұрмұхан болды, лицо. А қалған мәселе негізі мамандарға беру керек та. Бізге Сол жағынан бірігу керек или жалдау керек, или агенттіктермен келісім шарт жасау керек. Осы жерде айта кететін бір нәрсе, бізде Қазақстанда тек қана қазақ тілді контент өндірушілерді сатумен айналысатын агенттік немесе мамандар жоқ. Инстаграмда, по-моему, бөкей, иә? ол жоқ, ютубтағы контенттерге де береді. Аздаған сол бірде екілі бар, бірақ жалпы бұқаралық ақпарат құралдарындағы контент сатумен айналысатын, ол сайттар болсын, ол телеарна басқа деген сияқты. И әлеуметтік желі жоқ ондай адам. Агенттіктер жоқ. Құрып алу. Құрыңыз. Дайын. Жаңа сіз айтып отырған Алматыда құрылды жақында, Медиалаб деген коммуникация агенттігі құрылды. Олар осы бағытта жұмыс істейміз деп ойлап отыр қазір. Мен жаңа сіз осыны айтып жатқан кезде ойланып отырмын да, мысалы үшін типа чуть-чуть қиялдап отырмын ғой енді. Егер құрылса и әрқайсысына олар кіріп шығады ғой, давай бізбен әріптестік орнат деп ше. И сол кезде ойлап отырмын жаңа. Енді мен демей ақ қояйын, тағы да басқа контент жасаушы бүйтіп қарайды да. Сонда біздің үстімізден ақша көрейін деп жатсың ба? Мынау бізден ақша істейін деп жатыр ғой, явно сондай. Ол енді ортада нақты келісім шарт болады ғой. Жоқ, негізі комиссия қанша алады? Көбіне сондай не болады. Өйткені жаңа осы жарнама шығып жатқан кезде басқа андай шынымен де миллион просмотр жинап жатқан қазақ тіліндегі контенттердің өкілдеріне шығып жатады ғой, соларға жігіттер сендерге мынандай жарнама берсек деп жатырмыз деген кезде ана жігіттерде сондай не қалады да. Қалайсың сен бізге қанша көрейін деп. Иә, біздің үстімізден. Мен қара жұмыстың бәрін істеймін, бірақ сен маған 10 теңге бересің де 20 теңгені өзің аласың. Одан қалса оны андай да, мысалы үшін жарнама берген кезде сен оны отработать етуің керек қой. Сен бірінші жарнаманы саған бірден мә деп ақша бере салмайды, бір какой-то бір процентін береді, сен істейсің жарнаманы, результатын көреді, қанша клик басылды деген сияқты, қанша андай не дейді, переход болды, соның бәрін қарап қалған суммасын береді ғой. Ол миға үлкен салмақты, неге? Ол түсініксіз. Лучше барайын да, тойға барайын да, 500 мыңға аламын да, кетем. Болды, понятно. Жүргізіп бердің тойда, ақшасын налым алдың, кэш. Болды. Мына жерде чуть-чуть жаңағыдай. Бір несі бар сияқты жаңағыдай, махинация бар сияқты. Тойда да ондай мәселе бар ғой. Енді арасында той басқаратының бар десе. Міне жарнама. Міне жарнама. Иә. Шотал. Ивент агенттіктері бар, мысалы, ивент агенттіктері шақырады, и ол жерде де пендешілік қой. Бұл жерде мен ойымша басталады жаңағыдай. Сен үстімен ақша көрейін деп тұрсың ба? Барып, жаймен той иесінен сұрап, қаншаға саттың? Бар ғой ондай. Бар. Ол тек қана бұл неде емес, мен ойымша. Сол айтып отырмын ғой, жалпы сондай біздің ортаға тән нәрсе ма деп ойлаймын да, жаңағыдай бірігудің қиындығы жағынан, немесе сондай бір маркетингтік немесе жарнама орталығы болса, бәрінде сондай күмән тұрады. Жақта ше. Былай басында келісу мүмкін сөйтіп. По идее өзімізде нормально істей алады екенбіз ғой, давай. Деп ше, прямой жаңағыдай жарнама берушіге тікелей шығып кету деген сияқты. Ол жаңағы саған жарнама тауып берген орталықтың адамдарының былайша көңіліне тиеді. Сен олардан тыс былай айналып кетіп жатқан кезде ше. Ондай мәселе бар. Ол тек қана жарнама емес, кез келген салада бар. Бір ағамыз бар, спорт федерациясының біреуін басқарады. Сол кісі біраз басында айтады, мен ол жерге бармай, мен шақырып жатыр басқаруға деп. Кейін бір күн келісім бердім, мен сол басқаратын болдым дейді. Не үшін келісім бердіңіз десем, айтады. Қазақтар анандай футбол сияқты топтық спорт түрлерінде ешқашан жетістікке жетпейді екен дейді. Ал жекелеген спорттық түрлерде жетістікке жетеді деді. Менің сол көзім жетті, мен басқарамын, бір точно медаль алады. Біреу үшін ойнамам, чисто өзім үшін дейді ғой. И мен атым қалады спорт тарихында деген сияқты. Сол үшін басқаруға келдім деген бір пікір айтқаны бар, сондықтан кез келген салада бар. Қазақтар бірігу керек ағайын. Ондай емес па? Бір тудың астында деп. Жоқ, тегін емес, жаңағыдай ақша табу мақсатында бірігу керек. Міне, сол ғой. Жаңағыдай орта құру керек, бір тусовка болу керек қой. Бизнес көзқараспен қарау керек кез келген нәрсеге. Короче, ақша үшін бірігу керек. Ақша үшін бірігу керек. Енді онсыз қазір нарық заман амал жоқ болып тұр ғой. Біз енді қазір осы жердің өзінде или кейін неге ютубқа шыққаннан кейін айтатын шығар, мынау ақша деп қалды ғой деп. Иә, сол. Бізде өйткені тәрбиеміз солай да, бала күннен. Енді мұнда 90 жылдан кейінгі кісілер бар шығар, иә?
Ол кісілерде ондай жоқ. 2000 жылдан былай қарай А баяғы ана даже ол кісілердің өзінде бар, өйткені ата аналары совет өкіметінің Иә, кезінде иә, туып өскен ғой. И ол кезде бізде ақша қолдың кірі, көріп өскенімізде алдар көсе, мысалы да ертегі, байды всегда әрқашан алдап кететін деген сияқты. Әдебиетте де кілең бай жаман, кедей мықты деген сияқты түсінік таңып тастаған ғой бізде басымызда. И ақша дегенге уже білмеймін бір лас, бір кілең күнәһарлардың ортасы деген сияқты сондай көзқараста. Сондықтан біз ақшаға көзқарасты өзгертуіміз керек. Бізде қазақ аудиториясында мен де байқам, біздің проблемамыз сол ғой деймін. И өнен кейін көбіміз өзіміздің жеке проблемамызды шешіп алмай тұрып, мынау мемлекеттің, отанның проблемасын шешкіміз келеді да, қазақ тілінің деген сияқты. Бірақ өзіміздің ол ең оңайы ғой. Дұрыс. Ең оңайы. Сізге осыдан кейін коуч болып кету керек. Бірден онлайн курс сатып, өзіміздің үйдің қоршауы құлап жатуы мүмкін да, бірақ біз ана отанның мәселесін ойлап осы тұрғыдан айтқым келетін енді ең бірінші бізде ол нарық заманында енді қалай да ойламайық, ол бірінші жаңағы кез келген істі қолға алсақ алдымен ақша табу, және сол ақшаны сол ары қарай мысалы контент өндіру болса сол контент өндірісіне салам, және қоғамға одан да жақсы контент бере аламын деген сияқты сондай бір мақсат, патриоттықпен байланыстырғыңыз келсе. Бірінші кезекте ақша болу керек, содан кейін барып уже жаңағы өзіңнің проблемаңды шешпей жатып, шеше алмай, сен отанның проблемасын. Қазақ үшін контент өндіремін деген қажет жоқ. Все, мен осымен біттім, кеттім. Өзім проблемамды шешіп алайын. Өйткені мен проблемамды бәрі білет. Мен бойдақпын, сүр бойдақпын. Если что, жасым 34-те. Біраз адам білет, сол үшін келді. Жігіттер көп екен, что-то. Заман солай дейсің ғой. Қазір қорқа бастадық қазір, что-то. Сол сияқты мысалы мен содан влог түсіріп бастадым. Просмотрларым өте жақсы болды. Бірақ рекламаға келетіндер, реклама бергісі келетіндер не букмекерлік компания, не спирттік. Мен екеуінен де бас тарттым. Сөйттім да, ол тоже бір 10 влогтан кейін... Өздер ғой, қандай күйеу бала, 10 влогтан кейін тоқтады. Былайша айтқанда мен қазір каналымды ашып қарасаңдар түсінеді адамдар. Не үшін тоқтады деген кезде болды. Жоқ, мен істедім. И бір реклама хочется ше, бір берсе екен ғой, ақша керек болады. Нұреке, сен енді рекламаны қалайсың, бірақ өзің бір қадам жасап көрдің бе? Бардым мен. Жаңа барған кезде маған айтты, так, бізде қазір жаңа букмекерлік немен спирттік ішімдіктер ғана барды. Мен жоқ дедім. Сонымен әрі компанияларға барған жоқсың? Мен жаңадай неге бардым? Сол реклама тауып беретін, бірақ орыс тілді компанияға бардым. Оларға негізі ұнады контент, өйткені менде до того андай ғой, жалғыз өзім ютубқа келдім ғой енді, влогпен. Алғашқы выпускын қалаулымнан бэкстейдж жасадым, 900 000 просмотр. Жанар Дугалованың клипінен бэкстейджім 700 000 просмотр. Ирина Қайратовнаның клипінен бэкстейдж жасадым, там 200-300 000 просмотр да, уже былайша айтқанда бір қызығатын не болды да. Олар қызығып отыр, бірақ қазіргі береріміз осы ғана деп. Мен жоқ дедім, сонымен қалды жайына. И маған ұнамай қалды да, жаңа 30% бізге бересің. 30%. Просмотрды кім жинап жатыр? Мен ғой деген сияқты. Бұл жерде мен енді кішкене комментарий берген. Нұрекеңде екі проблема болғанда. Бірінші, көп компаниялар, мысалы, жарнама беру кезінде ол өздерінің саласына қатысты салалық контент өндірушілерді іздейді бірінші кезекте. Мысалы, біз қаржы саласы бойынша қаржы тақырыбындағы контент өндірушілерді қараймыз. Солармен серіктестікке жұмыс істегіміз келеді. Және олардың белгілі бір деңгейде статистикасы болса, және сәл ғана жақсы беделі болса, онда біз олармен қуана жұмыс істейміз. Ал енді Нұрмұхандық ондай салалық емес, жалпы бұқара интертеймент қой. Бұндай жерде тек қана қызықты болатын нәрсе ол статистика. Демек ол жерде жаңа сен өзің барған кезде ол статистика сәл төмендеу болды. Жоғары сен үшін. Қазақ аудиториясын жоғары, бірақ ана жарнама беру үшін ол төмен болған сияқты. Енді осы ретте тағы бір әңгіменің ұшы шықты менің ойымша. Ереке, салалық журналистикада бізде ақсаңдайды, салалық YouTube контентте ақсаңдайды негізінен. Сіз айтқандай, мысалы, сіздің ақша бере алатын мекемеңізге сәйкесінше қаржы туралы, қаржылық сауаттылық туралы бір жоба керек, мысалы. Бірақ ол жобаның просмотр өте аз болады. Өте аз болады сәйкесінше. Бәлкім сода жасамайды.
бірақ бәрібір ма ондай болса да міне. иә ол жерде айтып кеттім ғой, белгілі бір деңгейде статистика болса, белгілі бір деңгей, ол жерде жаңағы шоу бизнес, ойын күлкінің айналасындағы миллиондық емес, мына жердегі бір 10 мыңдық жете ма? 10 мыңдық мысалы аудиториясы болса, және олардың барлығы сол жаңағы дәулеттеннің аудиториясы бар ғой мысалы, иә, Ол армия. армия, иә. миллион ғой подписчигі. Одан кейін ол жерде мысалы көпшілігі қаржы тақырыбында қызығып, пікір қалдырып, дәулеттеннің аудиториясы қаржы саласының көпшілігі үшін қызықты болады деп ойлаймын. Бірақ неге екенін білмеймін, жұмыс істей ма істемей ма қазіргі кезде. Жоқ, істейді, бірақ көбіне Жоқ, сол жарнама берушілер Instagram арқылы. Жарнама берушілермен ірі тікелей жұмыс істемейді ау деймін, сол жағынан. Оларда. Ол байқатпайды, жарнамасы байқатпайды ол. Оған мұқтаж емес па? Иә, ол мұқтаж емес, оның жарнамасы байқатпайды негізі. Вот сол сияқты мысалы бізде бір нелердің жекелеген блогерлардың өзінің проблемасы бар да, қазір енді Фейсбукте бұрынғы журналистердің бәрі блогер болып кетті ғой, 50 мыңға 100 мыңға пост жазады. Сонымен таң қалатын нәрсе бар. Тағы 50 мыңға алып тастайын ба? Таң қалатын нәрсе, мысалы ол мәдениетті бұрын жазған, бұрын спорт жазып жүр, бір күн отырады да Фейсбукте қаржы туралы бір банктың өнімін мақтап жазып отырады да. И оның астында жыпырлаған жаңа сенбейді аудитория. Сен қалай деген сияқты. Өйткені ол әу бастан оған аудитория үйренбеген. Ол саланың бір кішкентай болса эксперт сияқты көрінсе, ол аудитория сенетін еді, және жарнама беруші оған ары қарай да пост тапсырыс бере беретін еді. Мысалы, өткенде бір ірі банк бір топ блогерға тапсырыс берді. Мен енді бәсекелес болғаннан кейін қарап отырдық, зерттеп, әрқайсысын лупамен қарап, пікірлердің көпшілігі негативті болды. Ол жерде ол банктың өнімін жаман болғанына байланысты емес. Біліп тұрған секілді қандай банк екенін. Жазып отырған адамдарға аудитория сенбеді, потому что ол адамдар ол саланың, қаржы саласының маман емес. Аяқ астынан жарнамалап кетті. Аяқ астынан жаза бастады. Иә, елдер айтты, мынау ақылы пост қой, мынау платный, қанша алдың деген сияқты сұрақ көп та арасында. Сатылып кеттің дейді. Сондықтан егер мысалы сіздер бір саладан жарнама берушілермен жұмыс істейтін болсаңыздар, студенттер болса арамызда болашақта, сол салаға мысалы ірі жарнама берушілердің тізімін жасап, сол салаға бейімделіп, сол саланың эксперті болмасаңыз да, бір экспертке жете қабыл деңгейде болсаңыз, сізбен бәсекелес болмайды. Мысалы қаржы саласы бар, телекоммуникация бар, қазір бізде туризм, өте көп қаржы салынады. Қазақ тілді блогерлар бар ма, мен ақша берейін деп жүргендер өте көп компаниялар. Бірақ ондай аудиториясы қалыптасқан, ондай блогерлар, медиа жобалар жоқ бізде қазір. Бәрі разнорабочий блогерлар ғой. Иә, кез келген уақытта бір күні прессек көп шыға келеді. Маған қазір мынандай ой келіп жатыр да, біз жаңа бірігу деп жатырмыз ғой. Бізде мысалы шағын және орта бизнес өкілдері бар ғой, сол бизнеспен айналысып жүрген. Оларға қазір көптеген мүмкіндіктер бар да. И солармен біз бірігуіміз керек сияқты да. Қазір екі жаққа да бір-біріне қолдау керек қой. Біз контент жасап жатқан, қазақ тілінде контент жасап жатқандарға қаржылай, хотя бы шығыныңды жабатын, оларға жарнама деген сияқты. Ол үшін жаңағыдағы бастапқыда айтып өткенде бұл кісілер жасайын деп жатыр ғой оны. Жоқ, бұл МС шағын орта бизнес қой. Соларда да жаңағындай проблема бар да. Мысалы мен бұған документально нетпейді, иә, мен бұған қазір жарнама беру үшін ақша салсам, бұл маған адам алып келе алмай ма депші. Өнеген олардың көпшілігінде ол жаңағындай зерттеу жасайтын мүмкіндік жоқ. Мысалы Нұрмұхан аудиториясын алып талдап, оның ішінде төлем қабілеті бар ма жоқ па, берсем бола ма болмай ма деген сияқты. Нұрмұхан өзін сұрайды, сен сата аласың ба точно? Сонымен сатамыз ғой деген сияқты. Білезік сатып отырмын қазір. Сондай бір ауыз екі, бір қарабайыр. Дұрыс айтасыз, андай ғой, миллион жазылушысы бар, алады да ақшаны береді, сатып жібереді. Одан түк келмейді, ештеңе келмейді. Шағын орта бизнесте сондай проблема бар. Оларда да тоже маманы жоқ. Мына жерде маркетологы деген 3200 жазылушысы бар, бөлек блогер болуы мүмкін, бірақ одан мақсатты аудитория. 3200 жазылушысы бар. Және одан ақша көбірек келуі мүмкін. Мен сол айтамын, хотя бірігейікші деп ойлағанмын. Сондықтан оларға керегі көбіне шағын орта бизнестегі. Оларға сол Инстаграмнан парақша ашып беріп, соны жүргізетін, таргетті білетін адам ғана керек та. СММ. Бұл жерде де шектеу бар да соны. Бірге алмай кеттік қой. Енді біргеміз ба деп отыр едік. Жаңа ма? Иә, келе жатыр едік. Біз сол бір сөз басасақ тоқтай алмай қаламыз ғой. Көп рахмет келгендеріңе. Елордамызда жиі жолығып тұрамыз деген үміттемін. Ереке, сізге көп рахмет келіп, құнды ақпараттармен бөліскеніңізге от души рахмет қой. Галек,
соведущийлық үшін рахмет. Бүгін Ерекеңнен сұхбат алдық екеуміз. Иә. Ереке, рахмет, көп. Қызық болды өте. Нұрмахан Мұханұлы YouTube каналына жазылыңдар, пікір, лайк, коммент бәрін колокольчикті басып қойыңдар. Келесі аптада кездескенше. Көп рахмет.